Қайта оралған қаламгер. 25 қазан қазақтың ақыны, жазушысы, Алаш Орда үкіметі мен Қазақстан ұлт-азаттық қозғалысы жетекшілерінің бірі Міржақып Дулатұлы туғанына 140 жыл. Міржақып Дулатұлы қазақтың аса көрнекті ағартушысы, қоғам қайраткері, ақын, жазушы, жалынды көсемсөз шебері. Алғашқы кітабы «Оян қазақ». Мазмұны халықты оятуға, әділетсіздікпен күресуге шақырған өлеңдерден құрайды. Сол себепті де кітап тұтқындалып, авторы қуғынға ұшырайды. 1910 жылы «Бақытсыз Жамал» романы қазақ әдебиетіндегі таза көркем проза үлгісінде туған тұңғыш роман. Романның оқиғасына арқау болған мәселе де осы. Ескі әдет-ғұрыптың қыспағына түскен қазақ қызының тарихы. Сүйгеніне қосылып, бақытты өмір сүруді армандаған бойжеткеннің трагедиялық жолы. Қазақ жұртының бүгінгі болашақ буындарына алаш деп ұран салып, келешек үшін арыстанша алысқан Міржақып Дулатұлы мен бауырында етіп табыстырайын, айналып келгенде осы мәңгілік жасайтын асыл қасиеттер.